Баршаңызға сәлем достар, менің есімім Ақжарқын, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода біз сіздермен осындай әдемі мотив тоқимыз. Гүлінде отдельно декор ретінде қолданса болады, яғни осылай мотив қылып тоқса да болады. Алдағы уақытта бұл мотивтен сіздерге бір керемет дүние шығаратын боламыз. Сол үшін алдымен осы мотивті тоқып үйренуге сіздерді шақырамын. Егер сіздерге қызық болса, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ары қарай тоқуды бастайық. Біз гүлімізді тоқу үшін ең алдымен бір воздушный петля бекітіп аламыз. Қатты қысып. Осы петлядан біз жоғарыға қарай 5 воздушный петля көтеретін боламыз. 1, 2, 3, 4, 5. Мінекей. Енді соңғы петляға крючогымызды кіргізіп, жұмысшымызды шығарамыз да екеуін бірге қосамыз. Екі петляны бірге қосамыз. Сонда бізде осындай кішкентай круг пайда болады. Байқасаңыздар. Енді біз осы кругтың ішіне 16 столбик накидпен тоқуымыз керек. Ол үшін біз ең алдымен 3 воздушный петля көтереміз. 1, 2, 3. Бұл бізге бірінші столбикке жатады. Енді бұны 1 деп санаймыз. Енді келесі жұмысшымызды крючокқа іліп аламыз. И кругтың ішіне кіргізіп, крючогымызды кругтың ішіне кіргізіп, жұмысшымызды шығарамыз да, алғашқы 2 петляны тоқимыз, одан кейінгі 2 петляны тоқимыз. Бізде 2 столбик болды. Тағы да көрсетейін. Жұмысшымызды крючокқа іліп, кругтың ішіне кіргіземіз, жұмысшымызды шығарып, алдымен 2-ін, кейін соңғы 2-ін шығарамыз. Үшінші, мінекей, 4-еу, 5-еу. Осылай бізде 16 петля осы кругтың ішіне тоқылу қажет. И тоқу барысында біз мынау жіптің остатығын қосып бірге тоқимыз. Сол кезде бізге кейін артығын кесіп тастаймыз, кейін бізге ол жіпті жасырудың қажеті жоқ болады. Мына мен қазір мына жерде 5-еуін тоқыдым, ары қарай тоқимыз. 6-ау, 7-еу, 8, 15 и ең соңғысы 16. 16 столбик тоқыдық. Енді біз мына жерде 1, 2, 3, 4-ші басындағы петляға қосыламыз. Қосылып, жібімізді шығарамыз, и келесі петлядан шығарып аламыз. Міне, бізде осындай круг пайда болды. И осы артық қалған жіпті түбінен кесіп тастасақ болады. Бізге оның керегі жоқ. Енді біз гүлімізді ары қарай тоқимыз. Ол үшін 4 воздушный петля көтереміз. 1, 2, 3, 4. И байқасаңыздар, мына жердегі бірінші петля бар, оны тастаймыз да, келесі петляға крючогымызды кіргізіп, жібімізді шығарамыз да, 2 петляны бірге қосып тоқимыз. Келесі тағы да 4 воздушный петля, 2, 3, 4. Тағы да 1 петлямызды тастаймыз. Одан кейінгісіне крючогымызды кіргізіп, жібімізді шығарамыз да, 2-ні бірге қосып тоқимыз. Бізде осындай арка пайда болады. Общий осындай арка бізде 8 болу керек. Ары қарай тоқимыз. Міне менде осы соңғы қатары қалды. Міне мен 4 петляны көтердім воздушны, и мына жерде міне біреуі қалды, и мынаған келесіне әкеліп қосылатын боламын. Міне. Енді біз санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Бізде общий 8 осындай арка болу керек. Енді біз ары қарай гүліміздің жапырақшаларын тоқитын боламыз. Енді бірінші мынаған бастаймыз. Ең алдымен бір накид аламыз крючокқа. И бірінші аркаға так 8 столбик накидпен тоқимыз. Бір кетті. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мына 8 столбик накидпен тоқыдық. Енді келесі аркаға просто крючогымызды кіргізіп, бір воздушный петля шығарамыз да, екеуін бірге қосып тоқимыз. Тек қана бекітеміз. Болды. Бұл жаққа еш нәрсе тоқылмайды екіншісіне. Енді үшінші аркаға көшеміз. Үшінші аркаға тағы солар қайталанады. Бір столбик накидпен тоқылады. Яғни 8 столбик накид тоқуымыз қажет. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді келесі аркаға бекітеміз. Яғни крючогымызды кіргізіп, бір воздушный петля шығарамыз да, екеуін бірге қосып тоқимыз. Енді біз аяғына дейін солай тоқимыз. Біреуіне гүлдің жапырақшаларын, келесіне бекітіп қоямыз. Тағы да біреуіне гүлдің жапырақшаларын, и мынау келесіне тағы да бір столбик тоқылады бекіту үшін. Осылай до конца тоқып шығамыз. Мен до конца тоқып шықтым. Енді жібімізді сәлі ұзынырақ қып тартамыз. И крючогымызды мынау алдыңғы осы бастапқы жерде мына воздушный петля әшейін бір столбик тоқығанбыз ғой. Осы бір столбик тоқыған жерге крючогымызды кіргізіп, жібімізді сол жақтан шығаратын боламыз. Артқа қарай ілемізде кішкене жібімізді тартамыз. Тартып, осы жақтан жіпті шығарамыз да, и былай бір рет тоқып қоямыз осылай. Енді бізге астыңғы жапырақшаларын тоқу керек. Астыңғы жапырақшаларын тоқу үшін алдымен бізге тағы да 8 арка тоқуымыз қажет болады. Ол үшін 5 воздушный петля көтереміз. 1, 2, 3, 4, 5. И осы жерге бекітеміз. Мынандай алдыңғы арканың арт жағынан крючогымызды кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарамыз да, екеуін бірге тоқимыз. Тағы да 5 воздушный петля көтереміз. 1, 2, 3, 4, 5. И келесіне. Тура сол арканың келесіне кіргіземіз. Крючокты и жұмыс жібімізді шығарып, екеуін бірге қосып тоқимыз. Тағы да 5 воздушный петля. 1, 2, 3, 4, 5. И мына жерде келесі аркаға әкеліп, крючогымызды кіргіземіз, жұмыс жібімізді шығарамыз. 1 воздушный петля, екеуін бірге қосып тоқимыз. И осындай аркалар бізде 8 штук болу қажет. Менде 8 арка болды. Санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді гүлімізді өзімізге қаратамыз да,
бізде егер мына жерге гүлдің жапырақшасын тоқитын болсақ, тура мынаның артына түсіп қалады, ол әдемі көрінбейді. Бізге екеуінің ортасына түскені жақсы. Мынаның екі жапырақшаның ол үшін біз мына жерге қараңыздар. Мына жерге просто столбиктер тоқимыз. Ол үшін 1 2 3 и 4 столбик тоқимыз ортасына жақындау үшін. Енді келесі аркаға біз 8 столбик бір накидпен тоқимыз. Яғни кеттік. 1 2 3 4 5 6 7 8 и келесі аркаға алғашқы аркаға қосылғандай бір воздушный петля шығарамыз да екеуін бірге қосып тоқимыз. Енді бізге келесі аркаға тағы да 8 столбик накидпен тоқып қажет болады. 1 2 3 4 5 6 7 8. Енді келесі аркаға бекітеміз. Екеуін бірге қосып тоқимыз. Осылай біз аяғына дейін тоқып шығамыз. Мен соңғы жапырақшасын тоқыдым. Енді бізге жіпті сәл ұзынырақ қылып тартып, мына жерде байқасаңыздар, біз 4 столбик без накида тоқығанбыз. Соның түбінен міне осы жерден кіргізіп, крючогымызды арт жағынан кіргіземіз де, жай осылай жібімізді тартып аламыз. Тартып алып, бір воздушный петля шығарамыз. Міне бізде осылай гүліміздің екінші қатары пайда болады. Енді біз үшінші қатарын тоқитын боламыз гүлдің. Енді ол үшін тағы да 5 воздушный петля көтеретін боламыз. 1 2 3 4 5. Енді осы арканың міне алдың осы аркамыз бар, тағы да міне қарасаңыздар, міне осы жаққа осылай бекітеміз. Жібімізді шығарып, крючогымызды міне қараңыздар, қайтадан көрсетейін. Крючогымызды кіргіземіз осы арканың астынан. Жұмыс жібімізді тартып, шығарып, екеуін бірге қосып тоқитын боламыз. Тағы да 5 воздушный петля и келесі арканың астына крючогымызды кіргіземіз. Жұмыс жібімізді шығарып, екеуін бірге қосып тоқимыз. 1 2 3 4 5 и келесі аркаға крючогымызды кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, и екеуін бірге қосып тоқимыз. Мінекей осылай 8 арка болу қажет бізде. Міне менде тағы да 8 арка пайда болды. Бұл үшінші қатары біздің гүлдің. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8-шісін біз мына жерге 8-шісі мына бірінші аркамыз басталған жерге осының түбіне мына осының түбіне тоқитын боламыз. Бізде сонда осындай 8 арка пайда болады. Оны былай бірінші бір полустолбик тоқимыз. Полустолбик дегеніміз крючокқа жібімізді іліп аламыз да, арканың ішіне кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарамыз.
Бізде крючокта 3 петля, үшеуін бірге қосып тоқимыз. Енді 8 петля накидым тоқитын боламыз. Крючокты іліп, жұмысшымыз шығарып, алғашқы 2-ін, кейінгі 2-ін осылай бір столбик, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ең соңында тағы бір полустолбик. Тағы да бір полустолбик. Яғни біз бір полустолбиктен бастаймыз, екінші полустолбиктен аяқтаймыз. Барлығын өстіп тоқып шығамыз. Екінші аркаға да тура солай. Бір полустолбик. И төрт, 5, 6, 7, 8 и бір столбик. Бір полустолбик. Так, келесіне. Тағы да полустолбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и бір полустолбик. Барлығына осылай гүлдің жапырақшаларын тоқып шығамыз. Яғни қалған 5 аркаға да тура солай. Ең соңғы жапырақшасын тоқыдым. Енді біз осы жерден ең түбінен осылай түбінен крючокты кіргізіп, жібімізді теріске қарай шығаратын боламыз. Тартамыз. И осылай қолымызбен бәрін подправлять етеміз. Бізде осындай гүл пайда болады. Мына артында осылай. Енді біз бұны ары қарай мотив тоқимыз, бірақ мотив тоқымайтын болсаңыздар, осы гүлді тура декор ретінде қолданса да болады осылай. Бірақ мен ары қарай сіздерге мотивті қалай тоқитынын көрсететін боламын. Ол үшін бізге тағы да арка керек болады. Яғни тағы да 8 арка. Ол үшін біз 5 воздушный петля көтереміз. 2, 3, 4, 5. И әр гүлдің астына осылай бекітіп отырамыз аркаларымызды. 2, 3, 4, 5. И келесі гүлдің, келесі арканың астына крючогымызды кіргізіп, жұмысшымызды шығарамыз да, екеуін бірге қосып тоқимыз. Тағы да 1, 2, 3, 4, 5. Келесі арканың астына кіргізіп, крючокты жұмысшымызды шығарамыз да, бірге қосып тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. И келесі крючок арканың астына кіргізіп, осылайша
осылайша тоқи береміз аркаларымызды. 8 арка болу керек бізде. Мінекей мен ең соңғы аркамды тоқыдым. И ең соңғы арканы сол соңғы бірінші тоқып шығарған арканың астына крючокты осылай кіргізіп, қазір көрінбей тұр, мына жерге крючокты кіргізіп, жұмыс жібін шығарамын да, осы жерге осылай бір тоқып, тағы да бір рет воздушный петля аламын да, жібімді қырқып аламын. 8 арка пайда болды. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Енді бізге басқа түстегі жіп қажет болады. Менде осындай сиреневый түсті жіп. Воздушный петля аламыз. Қаттырақ осылай бекітіп, бір воздушный петля аламыз да, любой бір арканың ішіне крючогымызды кіргізіп, петлямызды іліп шығарамыз да, и петлямызды іліп, мына жағынан шығарамыз. Енді осылай біз 3 воздушный петля көтеретін боламыз. 1. Жұмыс барысында мен всегда осылай мынандай артық жіптерді бекітіп отырамын. Өзіме кейін ыңғайлы болу үшін. 2 и 3. Енді мен осы жерге тағы да 2 столбик накидпен тоқимын. 1, 2. Сонда бізде мынау 3 воздушный петляны санағанда бізде 3 столбик накид болып саналады. Енді келесі аркаға 3 столбик накидпен тоқимын. 1, 2, 3. Енді келесі аркаға өтемін. Келесі аркаға өткен кезде мен бұл жерге тағы бірінші 3 столбик накид тоқимын. 1. Фиолетовый жіптің аяқ жағын қырық тастасақ та болады. 1. 2, 3. Енді 2 воздушный петля көтеремін. 1, 2. И тура осы аркаға тағы да 3 столбик накидпен тоқимын. Яғни 3 столбиктің қасына тағы да 3 столбик накидпен тоқитын боламын. 1, 2, 3. Енді мен келесі аркаға өтемін. Ол жаққа 3 столбик накид тоқимын. 1, 2, 3. Артық жіпті кесіп тастаймын. Енді келесі аркаға өтемін. Ол жерге тура мынандай 6 столбик накид, мынандай 2 воздушный петлясымен тоқимын. Яғни ең алдымен 3 столбик накидпен тоқитын боламыз. 1, 2, 3, 2 воздушный петля и тура сол аркаға тағы да 3 столбик накидпен. 1, 2, 3. Енді келесі аркаға 3 столбик накид. 1, 2, 3. Ал келесі аркаға мен тағы да 6-тауын тоқимын. 2 воздушный петлясы бар арасында. 1, 2, 3. 2 воздушный петля и 3 столбик накидпен. 1, 2, 3. Енді мына жерде тағы бір арка бар. Оған 3 столбик накидпен тоқимын. Бізде тағы да бастапқы аркамыз бар болатын. Біз ол жерге 3 столбик накид тоқығанбыз. Енді біз бұл жерге тағы да 3 столбик накидпен тоқимыз. Бұл ең соңғы аркамыз. 2 воздушный петля көтереміз. 1, 2, 3 на төртіншісіне
жоғарғы жақтағы тұрған петляға, что-то фокус жоғалып кетті ма, жоғарғы тұрған осы жоғарғы тұрған петляға крючогымызды кіргізіп іліп аламыз да жібімізді келесі петлядан өткізе саламыз. Осылай болды. Енді бізге тағы да 3 воздушный петля көтеру керек болады. 2, 3. Енді біз мына байқасаңыздар, осындай бізде 4 бұрыш пайда болды. Мына бұрыштары бар, қараңыздар. И тағы да бір қатар көтеріп тоқимыз. Енді біз осы жерден тағы да 3 столбик накидпен тоқимыз. 2, 3. Енді келесі арка бар, оған да 3 столбик накидпен. Келесі 4 бұрышты арка, байқасаңыздар, 2 воздушный петлясы бар екеуінің ортасына, тура осылай қайталаймыз. Яғни бірінші 3 столбик накид тоқимыз. 2 воздушный петля көтереміз, және қайтадан осы жерге 3 столбик накидпен тоқимыз. 2, 3. Байқасаңыздар, бізде енді қатар саны көбейгенде 2 арка пайда болады. Осы 2 аркаға 3 столбик накидпен тоқимыз. Бұрышына 6, бірақ екеуінің арасында 2 воздушный петля бар. Енді қараңыздар, тағы да осында 2 арка. Бұл жерге де 3 столбик накид тоқимыз бірінші. 1, 2, 3. Енді келесі аркаға өтеміз. Бұл жерде де 3 столбик накид тоқимыз. 1, 2, 3. Және бұрышына келіп қалдым. Бұл бұрышқа 6 тоқимыз. Екеуінің 2 воздушный петлясы бар арасында. Бірінші үшеуін тоқимыз. 2 воздушный петля көтереміз. И келесі үшеуін тура сол жерге тоқимыз. Яғни бір аркаға 6 столбик накидтен екеуінің арасында 2 воздушный петля бар. Енді келесі тағы да 2 арка. Тура сол қайталанады бізде. Енді келесі аркаға өтеміз. Мен сіздерге весь процесті тоқып көрсетуім себебім сіздерге түсінікті болсын деп. Мына 2 аркаға 3 столбик накидтен тоқыдық. Енді бұрышына келдік. Тек қана бұрышына келгенде ғана 6 столбик накид тоқимыз. Яғни алғашқы 3 столбик накидті тоқып болған соң бізде 2 воздушный петля болады. И одан кейін барып тура сол жерге тағы да 3 столбик накид тоқитын боламыз. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Енді келесі аркаға өтеміз. Тоже бұл жерде 3 столбик накидпен. Екіншісі, мынау үшіншісі. Келесі аркаға өтемін. Уже соңғы қатары бұл. 2, 3. Мына 2 столбикке тоқыдық. Енді біз қайтадан ең соңғы бұрышына келдік. Бұл жерде естеріңізде болса, воздушный петля. Енді сол жерге бірінші 3 столбик накид тоқимыз. 1, 2, 3. Енді 2 воздушный петля. Ең соңында бізде мына 1 столбик накидке есептеледі, мына 3 воздушный петля. Енді бұл жерге біз 2 столбик накидпен тоқимыз. Өйткені бізде біреу бар. Енді мына үшіншісі, мынау. Енді біз ең үстіндегі петляны қарасаңыздар, мына 4-ші тұрған, осы жаққа арт жағынан кіргізіп, петлямызды шығарамыз. И осы петлямын. Петлямды үліп шығарамын. Жібімді 40 болғаннан кейін, жіпті бұлай шығарып, келесі бетінен бұлай жіпті өткіземін. И мына жаққа қайтадан көрші петляға өткізіп, қалған жіпті артқа қарай өткіземін. И мына өте аккуратно болады осылай. И мына жіпті кейін бір жерге тігіп жасырып қойсақ болады. Енді бізде осындай мотив дайын болады. Өте әдемі мотив, қараңыздар. Сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта мен сіздерге осы мотивтен бір керемет дүние тоқитын боламыз. Мен сіздерге көрсетемін. Менен алыстамаңыздар, мені жоғалтып алмас үшін подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.